Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тынымбай Нұрмағамбетовтің анасын сағынған бала әңгімесі. Сабағымыздың негізгі оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Ендеше балалар, өз заманының көкейкесті мәселесін, рухани құндылықтарын шығармаларында суреттей білген қаламгеріміз жайлы біліп алайық. Танымал қазақ жазушысы Тынымбай Нұрмағамбетұлы 1945 жылы қазіргі Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қосүйеңкі ауылында туған. Алғашқы әңгімелер жинағы 1971 жылы Қауын исі деген атпен шықты. Жазушы 1997 жылы осы шығарманың орыс тіліндегі нұсқасы үшін Максим Горький атындағы бүкіл одақтық жастар сыйлығын алды. Жазушының «Хош бол ата», «Қарлығаштың ұясы», «Ата қоныс» сияқты кітаптары бар. Ал оқушылар, біздің бүгін таныс болатын жазушының әңгімесі неге анасын сағынған бала деп аталған? Басты кейіпкері кім болмақ? Осы жайлы сауалдарға мен сіздердің шығарманы оқу барысында жауап табатындарыңызға сенімдімін. Енді оқушылар, мен сіздердің назарларыңызды шығармада кездесетін мына бір өлең жолдарына аударсам деймін. Солғанша гүлім көзде тұнып, ана деп ән салам. Жүрегім мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала, дарасың сен маған, данасың сен маған. Жазушы әңгімесінде анасын сағынған Сержан есімді кішкентай сәбидің ана деп соққан жүрегінің лүпілін оқырман назарына жеткізбекші болады. Жалпы балалар, отбасы құндылығы дегенді қалай түсінесіңдер? Оқушылар, мен сіздердің назарларыңызды мынандай бір бағалы дерекке аударсам деймін. 2012 жылы Қазақстанда қыркүйек айының әрбір 3-ші жексенбісі аналар күні болып белгіленген екен. Мұндай мереке әлемнің 50-ден астам елінде атап өтіледі. Енді оқушылар, сіздерге осы әңгімені оқи отырып, мынандай тапсырмаларында орындауларыңызды ұсынамын. Әңгімені оқи отырып, отбасы құндылығы тақырыбында шағын эссе жазыңдар. Автордың әңгімесіне сүйене отырып, ауыл мен қала өмірін Вен диаграммасы арқылы салыстырыңдар.